Қыздар, бүгін хит болған жүрекше пирог жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен айранымызға содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін сұйық майымызды да құйып араластырып аламыз. Сосын үстіне айранымызды құямыз, тағы араластырып, сосын ұн салып жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін бөлеге тұсқа 2 қасықтай біздің дайын массамызды алып, краситель қосып осылай араластырамыз да, дәл осы видеодағыдай листке салып, жүрекше етіп істеп шығамыз. Мінекей, ас болсын, сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Пеште 180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.